Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен бірге түрік халқының ұлттық тағамы бурек рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш керек және 3 орташа пияз. Біздің пияздарымызды видеода көрсетілгендей 4 бұрыш қылдырып тураймыз. Содан соң ысып тұрған майымызға фаршымызды, туралған пиязымызды, дәмімізге қарай тұз бен бұрышымызды саламыз және біздің салмамызды бұқтырамыз. Салмамызды фаршымыз піскенше дейін және пиязымыз жұмсарғанша дейін қақпақтың астында бұқтырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді қамырын дайындаймыз. Ыдысқа ұн, тұз және суды біртіндеп қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды 5 бөлікке бөлеміз және бетін орамалмен жауып 15 минут қоя тұрамыз. Содан соң әрбір бөлік қамырларымызды аламыз және оқтаумен кішкене жаямыз. Енді бізге ерітілген май қажет, оның үстіне сұйық май құйып, бәрін жақсылап араластырамыз. Терең ыдыс аламыз, оның үстіне 1-2 қасық майымызды құямыз, содан соң қамырымызды саламыз, солай жалғастырамыз. Біздің қамырларымыздың үстін тәлеркемен жауып 15 минут қоя тұрамыз. Енді қамырымыздың бір бөлігін аламыз және видеода көрсетілгенде қолмен өте жұқа қылдырып жаямыз. Енді жайылған қамырымызды алып, оны шетін бүгеміз, сол шетіне біздің салмамызды саламыз және видеода көрсетілгенде шетінен астына дейін орап шығамыз. Әрбір оралған қамырымызды видеода көрсетілгенде улитка тәріздес қылдырып жинаймыз. Жиналған бурегіміздің үстін жұмыртқамен жағамыз және тыминмен себеміз. Біздің бурегімізді 180 градуста 50-60 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің бурегіміз дайын. Буректің қамыры қаптар болып шығады және дәмі өте дәмді. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға бурек ұнайды деген ойдамын. Егер осы видеоны салай қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.